Арманына жеткен айбалта ертегісі. Бір салақ адам балта сатып әкеліп, қораның бұрышына тастай салыпты. Содан алғашында әне саптаймын, міне саптаймын деп жүреді де, кейін мүлде ұмытып кетеді. Балта болса тат басып, әрінен айырылып бара жатты. Ақыры бұл қорлыққа төзе алмады. Бір күні өн бойын намыс кернеп, орнына шоршып кетті де, жанында жатқан қайрақтасқа тиіп сыңғыр ете қалды. Бұл кім деп қыр ете қалды қайрақтас. Мен балтамын. Иә, не болды? Қайрақтас, сен ақыл қосшы, не істеу керек? Қайтсем жарқылдап иемнің қолында жүреді екенмін. Арманың сол ма? Иә, арманым сол. Ендеше баяғыда қимылдауың керек еді ғой. Тоғайға бар, өзіңе лайық сап кесіп киіп ал, сөйтпе маған кел. Мен сені қайрап жарқылдатып шығарайын. Көрсін сонан соң иелерің. Балта қуанып кетті. Бір шоршып, екі шоршып, екі адым аттап тоғайға тартты. Балтаны сонадайдан көргеннен қалың ағаштар балта келе жатыр, қайсымызды кесер екен деп шоға ете қалды. Бәрі дүрдиіп селк-селк етіп қорқып тұр. Балта тоғайдың шетіне келіп, қалың ағаштың әрқайсысынан бір тесіліп қарап тұрды. Бірі ұзын, бірі қысқа, бірі жуан, бірі жіңішке ағаштар абыр-сабыр тынышталар емес. Балта қайсысын кесерін білмей дал болды. Ағаштар бірте-бірте жүрек тоқтатып тынышталайын деді. Балта сол сәтте үлкен аққайының өзіне лайықты бір бұтағын таңдап үлгерді. Іле сарт етіп сол бұтаққа жабыса кетті. Әне-міне дегенше әлгі бұтақты кесіп, сап қылып киіп алды да, ауыл қайдасың деп тартып отырды. Ағаштар абыр-сабыр болып қала берді. Бәрі енді бұтағы кесіліп, жаны қиналып тұрған аққайынға басу айтты. Ештеңе етпейді, бір бұтағың кесілсе, екіншісі өсіп шығады дейді бәйтерек. Иә, сөйтеді, кішкене қиналарсың, жетіліп кетерсің дейді қарағаш. Үзілген бұтақ, ұзатылған қыз, ол енді балтамен бірге иелерінің қолында жүріп талай шаруа бітіреді. Бір бұтағыңның адамның игілігіне айналғанына сен қайғырма, қайта қуан деді дәу тал. Рахмет бәріңе, рахмет. Жанашыр ағайындық сөздеріңмен жарты қайғымның арылтқандай болдыңдар. Айтқандарың рас. Біз бәріміз адам үшін, адамның игілігі үшін өсіп тұр емеспіз бе? Барсын бұтағым, жолы болсын. Басқа амал қанша, деп аққайың ауыр күрсінді. Сол кезде төменде қалың шіліктің біреуі шіңкілдей жөнелді. Саған сол керек. Әуелеп өсем деп көзге түсіп едің, басында мына біз құсап өспей жер бауырлап жатып алсаң ба, сапқа жарамас едің. Сонда сені де кеспейтін еді, ал енді әхіле. Шіліктің бұл шірік сөзін жалғыз аққайың емес, қалың ағаш түгел естіді. Бәрінің бойын ашу кернеді. Қап мұнан-ай, мұның бойы неге өспей жүр десем, осындай қу екен ғой деді бәйтерек. Айтпа тегі, залымын қара көр, мұндайлар өспейді, аяқ асты болып қала береді дейді қарт ағаш. Бәсе, бұлар неге жапырақ жаймай жүр десем, күншіл екен ғой. Күншіл болдым дегенше іс бітті, азып тозып кеттім дей бер, деді дәу тал. Мейлі, өзіне жақсы болса айта берсін, дейді аққайың. Шілік ләм-мим деуге шамасы келмей жер болып қалды. Сапталған балтаның адымы ұзарып қалған, қораға тезірек жетті. Келе қайраққа жармасты. Қайреке, айтқаныңызды орындадым, ендікі кезек сіздікі. Мұның енді жөн, уәде. Қайрақ балтаны қайрап, тотын кетіріп, жарқыратып шығарды. Ертеңгілік қораға кірген иесі қылпып тұрған балтаны көріп, апырмай-ау, мынау айбалта қайдан шыққан? Сабы қандай әдемі. Осындай бір балтаға қол жетпей қор болып жүредім, жақсы болды-ау деп қуанды. Балта әрекет қылды да арманына жетті. Ол енді адамға қызмет етеді. Тоғайдағы ағаштар ше,
Аққайың жалғыз бұтағы үшін көп зардап шеккен жоқ. Жетіліп жайқалып тұр. Ал шілік болса сол күйі көлеңкеде қалып қойыпты. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қызықты келесі ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Рахмет.